Құрметті көрермендер, таңшолпан бағдарламасы жалғасуда. Бүгінгі студия қонақтарымен өздеріңізді таныстыра өтейін. Астана қаласы білім басқармасының алғашқы әскери дайындық бойынша әдіскері Сергей Қасымұлы. Қош келдіңіз. Және нөмірі 70-ші мектеп лицей директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Назым Базылбек қызы. Және аталмыш мектептің 10-шы сынып оқушысы Жамбыл Алекбай. Қош келдіңіздер. Көңілдеріңіз қалай? Жақсы. Барлық ойдағыдай. Енді сіздердегі жаңалық «Жеңіс туы желбіре» атты бірінші қалалық авторлық әскери патриоттық әндер байқауы өтті. Ұйымдастырушы өзіңіз. Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Денсаулығы мықты, бәсекеге шыңдалған, ал осының барлығы қазақстандық патриотизм шырмалығына шырмалған жастарды тәрбиелеуде әскери патриоттық тәрбиенің орны ерекше деп ойлаймын мен. Ал бұл бағытты жүйелі түрде, сапалы түрде үлкен жетістіктерге жеткізу үшін ұстаздар әртүрлі педагогикалық іс-әрекеттер жасайды. Және осы айта кетейін дегенім, биылғы жыл өздеріңіз білесіздер, мерейлі жыл. Оның бірі ұлы жеңістің, ұлы отан соғысының жеңісінің 70 жылдығы. Осы жеңіс осыған орай білім басқармасының жоспары бойынша «Жеңіс туы желбіре» атты бірінші әскери патриоттық авторлық әскери патриоттық ән байқауы өткізілді. Бұл ән байқауында айтайын деп отырғаным, яғни осы біздің соғыс батырларымызды, ағаларымызды, соғыс солдаттарын батырлығына жастарымыз бас ие отырып, оларды яғни жүрекпен оны сезініп, оны шығармашылық шабыт пайда болып, оны әнмен жеткізу. Бұл жастардың рухани жетістігі деп ойлаймын мен. Сондықтан ал біз үшін бұл үлкен қуаныш. Мен осыған байланысты, осы 10 сәуірде біз Астана қаласында 70-ші мектептің қабырғасында «Жеңіс туы желбіре» атты авторлық ән байқауын өткіздік. Оған 35 үміткер болды. Осы 35 үміткердің ішінен іріктеп біз 12 үміткерді келесі кезеңге өткіздік. Сол келесі кезеңде мен Жамбыл деген ұлымыз, бауырымыз гран-приді жеңіп алды. Біз осыған сөз берейік. Енді Жамбылды біз құттықтайық, өйткені Жамбылдың бүгін құрметті көрермендер студиямызға келіп отқанда осы аталмыш байқаудан бас жүлдеге иеленген азамат. Жамбыл, жалпы байқау қалай өтті, қандай әсер алдың? Рахмет. Жалпы жарысқа келетін болсақ, өте жоғары деңгейде өтті деп айтуға болады. Себебі осы жарысқа қатысушылардың да дайындығы өте жоғары болды. Сапасы, олардың істеп отқан жұмыстары барлығы өте жоғары деңгейде өтті. Тақырыбына келетін болсақ, бұл жерде қазақтың батыр қахармандар жөнінде оларды ерлікке толы. Олардың ерліктерін жаңағы сипаттап өттік деп айтсақ болады. Осы жарысқа біз өзіміздің мектеп мұғалімдермен бірге отырып шығармашылығымызды көрсеттік. Ол шығармашылығымыздың аты Бауыржан Момышұлына арнау. Керемет, біз бұған арнайы тоқталатын боламыз. Енді Назым Базылбек қызы, сіздің шәкіртіңіз деп айтсақ болады. Сіздің жаңағы шаңырақ, яғни өзіңіз қызмет етіп тұрған шаңырақтың шәкірттері ғой. Жалпы осындай шәкірттердің білімін шыңдауда, өнерін әрмен қарай дамытуда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Бізде енді мен біріншіден өзімнің мектебім жайлы айтып кетейін. 2012 жылдан бастап біздің білім ошағымызда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ашылуымен, қатысуымен ашылған болатын. Осыдан бастап 3 жыл болды. 3 жыл көлемінде бізде білім сапасымен қатар саналы тәрбиеде беріліп жатыр, көптеген жетістіктерге жетіп жатырмыз. Осындай оқушыларымыздың арқасында біз әртүрлі халықаралық, республикалық, қалалық байқауларда жоғары деңгейде бірінші орын, бас жүлдеге ие болып жатырмыз. Осындай оқушыларымыздың арқасында деп ойлаймын. Жетістік көп дейсіз. Жетістігіміз өте көп. Бәрекелді. Енді жаңа қуаныш сәттің байқауда орындалған әнді біз тыңдасақ. Жақсы. Біз Жамбылға мүмкіндік берейік. Жамбыл, мына микрофонды қолыңа ала қой.
дұшпанды тізе бүктірмей, жаныңнан көдер іздеген, елеусіз қалма ерлігі, ер туған намыс тепілген. Аяқтан тай салмағын тек, семсерден сескенбегін тек, жеңдім деп есептегін зеп, ел үшін туған ер жүрек. Бауыржан Момышұлынан із басар батыр көзіміз, көк туан өр қазағымнан биікте желбіретер біз. Бауыржан Момышұлынан із басар батыр көзіміз, көк туан өр қазағымнан биікте желбіретер біз. Қырағы көзді адал ер, ақылды әрі айлалы, айбыны жауды үркіткен, бақытын елдің жаққан ер. Бауыржан Момышұлынан із басар батыр көзіміз, көк туан өр қазағымнан биікте желбіретер біз. Бауыржан Момышұлынан із басар батыр көзіміз, көк туан өр қазағымнан биікте желбіретер біз. Ай, керемет. Жақсы орындады, жақсы ән. Біз барша көрермендерімізге тарту еттік. Жалпы Жамбыл әнін айтуды қайшысынан бастадың? Кішкентай кезімнен 5 жасынан балабақша кезден бастадым. Басқа да жетістіктерің бар ғой демек? Иә. Көп алды тағы да шығармашылық табыстар тілейміз. Осы ән жағын, өнер жағын шыңдай бер дейміз. Енді жалпы жаңа ғана біз барша көрермендерімізге әскериге жаңаға әскер қатарына алынған жастардың бейнесюжетін көрсеткен болатынбыз. Енді мектептегі жастар қазір денсаулықтары қалай? Осы біздің отан жаңа қорғау алдындағы әскери дайындықтардан өтіп жатыр ма алғашқы? Енді бұл салада не айтайын дейін, осы әскери патриоттық тәрбиені жүйелі түрде дамыту үшін Астана қаласы бойынша осы 14-15 жылдары біз жүйелі түрде дамыту үшін осы 52 әскери патриоттық спорттық клуб құрдық. Бұл әскери патриоттық спорттық клубтар республикалық федерацияның реестрінде тіркелді. Бұл жүйелі түрде тіркелгендіктен бұлардың жұмысы яғни жүйелі түрде жүргізіле бастады. Не айтайын деймін, бұл әртүрлі бағытта. Бұл музейлік бағыт. Және осы отан соғысында қайтыс болған азаматтарды іздестіру бағыты. Және әскери қолданбалы бағыт. Тағы да айта келсек, осының бәрі мақсаты неде? Бұл қазақстандық патриотизмге осы біздің жастарды баулау. Екіншіден, тағы бір айта кететін жай, бұл құқықтық жағынан және әртүрлі дұрыс емес бағыттардан жастарды алып қалу үшін діни бағыттардан ойлаймын, осы әскери патриоттық және спорттық клубтардың жұмысы өте үлкен үлес қосады деп ойлаймын. Және осы 14-15 оқу жылының ішінде біз осы Астана қаласы бойынша 25 ірі қалалық іс-шаралар өткіздік. Бұл әртүрлі форумдар, слеттар, дебаттар және әртүрлі диспуттар және қолданбалы түрлі сайыстардың түрлері. Осы іс-шараларда 25 мыңға дейін оқушылар қатысты. Бұл үлкен, мен ойлаймын, балалардың қатысуы және осы оның бір бүгінгі көріп отырсыздар, авторлық әскери патриоттық клубтың жеңімпазы отырған. Бұл біз үшін үлкен бір қуаныш деп ойлаймын және жетістіктердің бірі деп ойлаймын. Бәрекелді, жетістіктеріңіз алдағы уақытта тағы да жүзеге аса берсін. Енді Назым ханым, студияға өзіңіз келгеннен кейін қазір айтып отырсыз, жас мектеп небәрі осы 2012 ғана құрылды. Қаншама жетістіктер беріп жатыр, жеңімпаздар шығып жатыр, оқып жатыр, түлеп жатыр. Енді нөмірі 70-ші ғой. Бұған қашан атау бергелі жатсыздар? Біз енді тағы да бір мақтанышпен айтып өткім келіп отыр. Өйткені біздің ашылғанымызға небәрі 3 жыл көлемінде болса да, білім саласы бойынша да, тәрбие саласы бойынша да өте көп деген жетістіктеріміз көп. Және біз енді тәрбие саласы 8 бағыттан
жұмыс істегендіктен әскери патриоттық тәрбие, патриоттық азаматтық бағыты бойынша рухани адамгершілік, құқықтық тәрбие, салауатты өмір салты, міне осындай бағыттар бойынша барлық бағытты қамтимыз біз жыл бойы. Енді бұл жерде бір мақтанарлығымыз, біздің мектеп-лицейіміз Бауыржан Момышұлы даңғылы көшесі бойында тұрғандықтан, және біздің мектебіміздің жанында Бауыржан Момышұлы атамыздың ескерткіші бар, және ата-аналарымыздың, оқушыларымыздың сұранысы бойынша, өтініші бойынша біз мектебімізді Бауыржан Момышұлы атындағы мектеп-лицейі болып алғалы жатырмыз. Солған жұмыс жасап жатырмыз, және мектебімізде тағы да бір қуантарлық жағдай, ол мектебімізде Бауыржан Момышұлы атамызға арналған музей ашылмақшы. Яғни мектебіміздегі Ингибаева Жамалхан Әлдібайқызы, Башеева Лаура Кеңесқазықызы екеуінің басқаруымен осы музейге дайындық үстіндеміз. Және байқаудан да бас жүлдені алған осы Бауыржан Момышұлыға арналған ән болатын, иә? Иә. Барлығы тығыз байланысты екен бір-біріне. Енді сіздерге уақыттарыңызды бөліп арнамызға келгендеріңізге көптен көп рахмет айтамын. Алда тағы да көп сіздерде осындай өнер болсын, мәдениет болсын, білім болсын дегім келеді. Жалпы, құрметті көрермендер, бүгінгі студия қонағы болған Астана қаласы білім басқармасының алғашқы әскери дайындық бойынша әдіскері, қазіргі атап өткен шараның ұйымдастырушысы Сергей Қасымұлы, және номері 70-ші мектеп-лицей директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Назым Базылбекқызы, және сол аталмыш мектептің 10-шы сынып оқушысы Жамбыл Әлифбаев. Көптен көп рахмет айтамын.